Алла қаласа мынау қызанақтарымыз гүлдейіндеп тұр екен. Барлығында бутон бар. Құдай қаласа бір 4-5 күнде гүлдей бастайды. Термостың іші жып-жылы. Астында мама бар. Жақсы мама. Ақырында өсіп отыр қызанақтарымыз. Мен сіздерге бір қызық көрсетейін. Былтыр естеріңізде болса, мына жерге қызанақ еккен болатынбыз. Сол қызанақтардың, шерген қызанақтардың тұқымдары түсіп, осындай көшеттер өсіп жатыр. Мінекей маңдар көшет, қызанақтың көшеттер. Мына ктатовы күлеңгінің астына шығып кеткен. Мынаның астын бәрі қызанақтың көшеттер толы. Мінекей сенбесеңізді көрсетіп жіберейін. Дейхан адамдар таниды, қызанақтың көшет қандай болатын. Мінекей астын бәрінде осындай көшеттер өсіп отыр. Дайын көшет. Былтырда осындай болған. Видеоларымды көріп жүрген болсаңыздар естеріңізде шығар. Мына термостың астында, яғни дуганың астына осылай өсіп отыр. Аллаға шүкір, қызанақтарымыз бір-екеуі уже гүлдейіндеп қапты, жаңалда байқадым. Мінекей бутондары бар. Мына бойлары ұзарып кеткен қызанақтар осылайынан жантайып өсіп жатыр. Қайта өсіп жатып өскен жақсы бола ма дедім мен қайта. Мінекей, Құдай қаласа, жақын күндері гүлдеп қалады екен қызанағымыз. Ал енді мына қызанақтың көшеттерін алып қондыруға болады екен. Уже қызанақтың бойлары осындай болып тіреліп жатыр. Уже гүлдеп отыр алды. Термосты ашу керек. Кішкене биіктетуге болады, бірақ бізде жел бар. Негізі жел болғандықтан қиындау болады. Үстіндегі жабын напсайды. Мінекей. Тікесінен өскен қызанақтар осындай болады. Төбесі тиіп, қайырылып осылайынан өсіп жатады. Сол себепті жатып өскен дұрыс. Дуган биіктетіп жіберуге болады, бірақ бізде қатты жел бар. Жыл болады. Сол себепті қатты биік қыламаймыз. Әйтпесем 40 сантиметрдей высота бар. Дуганың биіктігі 35-40. Мына қызанақтың бәрін бойлар тиіп тұр уже. Құдай қаласа, алғаш гүлдер байқалып жатыр. Әлі толық ашпаған. Жақында ашып қалады. Бірақ бойлары уже дугаға тіреліп қалды. Дуганы ашу керек болып тұр. Мінекей уже гүлдер пайда болып жатыр. Құдай қаласа, 4-5 күнде гүлдей бастайды екен алды. Алла үстімізге береке берсін. Клеверлар осындай болып қалды. 6-7 олаққа кетіп жатыр уже алды. Шүкір Аллаға. Жаймен ақырында өсіп жатыр. Әлі ешқандай подкормка берген жоқпын. Яғни ешқандай тыңайтқыш берген жоқпын. Тек өзінің күшімен өсіп жатыр, жердің күшімен.